Әділетті және прогрессивті Қазақстанның халықты конституциясы үшін жалпыұлттық коалициясы мүшелері Қарағанды облысына барды. Еңбек ұжымдарымен кездесіп, жаңа конституция жобасындағы негізгі басымдықтарды түсіндірді. Орталық және өңірлер өзара іс-қимылдың жаңа моделі формуласын талқылады. Жергілікті өзін-өзі басқару, өкілеттіліктерін кеңейту, мәслихаттардың рөлін күшейту және билік пен қоғам арасындағы жүйелі диалогты дамыту жайлы пікір алмасты. Әрине, мынандай тағдыр шешуші құжат болғандықтан, ол жайында халық арасында қызығушылық көп, абсолютті көпшілік бұл құжатты қолдайды, және де ол еліміздің болашағына үлкен қадам басып, еліміз алдында үлкен мүмкіндік, үлкен потенциал ашып жатыр. Мен көзім жеткенім, әсіресе осы кәсіпкерлер, еңбек ұжымдары, нағыз іспен айналысатын азаматтарымыз бұл құжатты қолдап, осы референдумға қатысамыз деп уәдесін айтуда.